Backrooms шын өмірде бар ма әлде жоқ па? Осыны бүгінгі видеода білетін боласыздар. Сіздермен бірге Ернұр, ал ендеше видеоны бастайық. Бұның бәрі 4chan деген сайттан басталды. 12 мамырда 2019 жылы 4chan сайтының X тақтасындағы қолданушылар қате немесе түсініксіз болып көрінетін алаңдатарлық суреттерді жариялаудан басталды. Соның ішінде бір адам ойдан шығарылған бэкрумстың суретін салады. Ол фото сары офис бөлмесі болды. Ол сайтта бұлай жазылып тұрды: егер сен абайсыздық танытып, шындықтан дұрыс емес жерде ноу-клип жасап шықсаң, сен бэкрумс әлеміне түсесің. Онда тек ескі ылғалды кілемнің сасық иісі, бір сарынды сары түсіңнің есіңді шығаруы, флуоресцент шамдардың үздіксіз гуілі және кездейсоқ бөлінген 600 миллион шаршы мильге созылатын бос бөлмелер бар. Сонда мәңгіге қамалып қаласың. Осы фото мен текст сол кезден бастап хит болып бастады. Және де адамдар осы тема туралы әртүрлі уровендер ойдан шығарған. Ол ойдан шығарылған уровендерде көптеген қорқынышты құбыжықтар болды. Уровень үлкейе бастаған сайын қиыншылықтар да көбейе бастады. Шын айтсам, бірақ шын өмірде бұндай нәрсе болуы мүмкін емес. Бірақ бұндай қорқынышты крипипастаға ұқсайтын жерлерде көп. Мысалы, ютубта адам қорқытатын видео бар. Осының ішіне мына видео жатады. Қысқасын айтсам, бұл видеода бір жігіттер бір видео түсіріп жатады. Бірақ кенеттен түсіріп тұрған жігіт бэкрумс әлеміне түсіп кетеді. Міне, осы моментте ол бэкрумс әлеміне түсіп кетті. Енді ол бұл жақтан шығу амалын қарастыру керек. Бағана естігеніміздей, бұл уровендерде әртүрлі құбыжықтар да болады. Оның ішіне нақ қап-қарада чучундра жатады. Ол сол әлемге түсіп кеткеннен кейін қай жаққа түскенін білмей әр жаққа жүреді. Бір уақытта кетіп басқанда артынан бір құбыжық қарап тұрады. Ол біреузі емес екенін түсінеді. Осы кезде нағыз қорқыныш басталады. Осыдан кейін ол қорқып, алдына қарай жүре бастайды. Бірнеше уақыттан кейін ол бір нәрсені тауып алады. Ол ішінен өтіп түседі. Бұл видеоны Canapixels деген арнада көре аласыздар. Мен бұл видеоны толық айтып жатқан жоқпын. Қызық болса, сол арнада көресіздер. Жүре-жүре ол бір стрелкаларды көреді. Сол стрелкалармен жүріп, бір қызық нәрсе тауып алады. Тапқан нәрсесіне жақындай бастайды. Сол сөздерді қарап тұрғанында артынан құбыжық атып шығады. Ол қашуға тырысады. Уақыт өте келе ол құбыжық оны ұстап алады. Бұл видеоның толық мәнін мен сіздерге айтқан жоқпын. Айтсам, бұл видео көпке созылады. Сондықтан қорытындылай келсек, бэкрумс шын өмірде жоқ. Бұл әлемді адамдар өздері ойлап тапқан. Қазір интернет желісінде бұндай крипипасталардың талайы бар. Ал мына видео болса, әшейін өтірік нәрсе. Қысқасын айтса, монтаж ғой. Бұл бэкрумс әлеміне қатысты ойындар бар. Келесі видеода ойынын түсір десеңдер түсірем. Ал сіздермен болған Амангелді Ернұр. Сау болыңыздар.